жақсы тілек айтудан бастасақ қалай болар еді? Ортаға шығамыз. Айкүнім, сенің оқуда озат болуыңа тілектеспін. Толқын, мен сенің арманына жеткеніне тілектес боламын. Мектептің үздігі болып, сабағымыз өспен оқып. Ата-анадан тыңдап, сабақта қызыл дипломмен бітір. Жақсы оқып. Мақсатыңа жете бер. Жақсы футболист болуға тілектеспін. Мектепте қызыл дипломмен бітір. Жақсы мықты футболист болуға тілектеспін. Нұржігіт, Абай Құнанбаев сияқты ақын бол. Димаш, Абай Құнанбаев сияқты сабағында беске бітір. Мектепте қызыл дипломмен бітір. Болашақта армандарына жете бер. Ешқашан ауырмай. Бүгінгі ашық сағыңызға сәттілік. Рахмет, Лима. Барлықтарыңыз стипендияды алып, қылыққа бөлістеді. Қылыққа бөліп отырағаныздар. Теңеуді алғандарын бірінші топқа, идентитет деген сөзді алғандарын екінші топқа. Екінші қатарыңыз. Отыра қалайық, балалар. Отыра қалайық, балалар. Отыра қалайық. Балалар, үйге қандай тапсырма беріліп еді? Үй тапсырмасынан бастасақ. Айкүнім айта ғой. Сіз үй жұмысынан Сайын Мұратбековтан жазған повесті Жусанисін оқуға және Жусанисін суретін салуға тапсырма бердіңіз. Жусанның суретін салуға тапсырма берілген болатын. Ендеше балалар, орындап келдік пе? Жусанның суретін кім салып келді? Айкүнім, әкеле ғой. Тағы да Айғамин, сен салып келдің деп отырғансың. Міне, балалар, Жусанның суретін екі оқушымыз салып келіпті балалар. Суретшілеріміз сабақта. Енді балалар, үй тапсырмасын, мазмұнын айтуға берген болатын. Міне, сол үй тапсырмасын сұрап жіберейік мына сұрақтар арқылы. Тақтаға қараймыз барлығымыз. Жазушы Сайын Мұратбеков туралы қандай мәлімет алдыңда? Бірінші сұрағымыз. Кім айтады? Сайын Мұратбеков 1936 жылы толып 2007 жылы қайтыс болады. Сайын Мұратбековтың Жусанисі шығармасынан бөлек Отау үй, Көкорай, Жабайы алма деген тағы да басқа шығармалары бар. Дұрыс айтады. Өте дұрыс жауап балалар. Жусанисі, әңгімесінде Аян ауылға кіммен қашан көшіп келеді? Кәусар айта ғой. Аян ауылға 42 жылы айлысымен бірге көшіп келеді. Дұрыс айтады. Дұрыс па балалар? Аянды ауыл балалары қалай қарсы алды? Нұриман, сіздер айтыңыздар. Ауыл балалары Аянды жақсы қалысарды, бірақ Есікбай деген бала Аянға тиісіп, онымен төбелескісі келді. Нұржігіт толықтырып айтып жүрші. Шығармадан мысал келтіріп отырып. Аянды ауыл балалары жақсы мінезге қарсы алды. Бірақ та ауылдың атаманы Есікбай оған келіп басынан ұрып, сілекейін жағып қарсы алды. Ол Аянмен төбелескісі келді Есікбай. Аян төбелесті ме? Аян төбелесті. Нәтижесінде Аян жеңді. Дұрыс айтасың. Жусан қандай өсімдік үйден тың мәліметтер тауып келіңдер деп тапсырма берілген болатын. Және ол тапсырманы барлығыңа бергенмен Мәди деген бізге облыстық ғылыми жоба сайысында Жусан тақырыбында ғылыми жоба қорғап бірінші орын алған болатын балалар. Барлығымыз білеміз, республикаға жолдама алып отырған Мәдиден сұрасақ. Жусанның биіктігі 10-60, кейде 1,5-2 сантиметр болады. Жусанның сабағы тік немесе жерге жайылып өседі. Жусан өсімдіктердің ішіндегі ең ащысы. Жусан шілдеден қыркүйекке дейін ғана гүлдейді. Ал
сол айларда жинап алады. Ал тамырын алғаш қар түскеннен кейін жинап алады. Осы жусандардың ішіндегі ең улы жусан ол талшық жусан. Талшық жусан өте улы болғандықтан оны малдардың өзіне де бермейді екен. Осы жусандардың ішіндегі кейбіреуіне мен тоқтала кетейін. Қара жусан. Қара жусан өте пайдалы деп мен ойлаймын. Себебі одан жаманатты ауруға қарсы тұратын арглабин деген дәрі жасайды. Арглабин деген дәрі жасайтын мен мәдиен біліп тұрмын. Дұрыс-ақ мәди өте жақсы балалар. Біліп жүріңдер балалар, барлықтарында мәдидің білгенін біліп жүрейік, иә? Жусан туралы. Жақсы, енді тақтада сұрақтар бар. Тақтадағы сұрақтармен жауап берсек, мынандай мен сіздерге 6 сұрақ тәсілі деген өзімнің бір тәсілім бар балалар. Сол тәсілді сіздерге бүгін дайындап келдім. Ылғи шығарма өткен сайын қойылатын сұрақтар. Балалар, шығармада бізді не таңдандырды? Кім айтады? Жусан исі повесінде не таңдандырды? Жақсы, Ақжол айтады. Мені Аянның әріптерін неге тез үйретпейді екен, әкеме хат жазар едім дегені таңдандырды. Тағы да сіздерден басқа таңдандырған жерлері бар ма? Кәусар, айта қой. Аян жердің қалса да отбасында әжесі, әкесі, анасы, ағасы өсе де ешкім ренжімей өзі үлкен болып азамат болғаны мені таңдандырды. Қайтыс болса да деп сөйлеу керек кішкене сыпайылыға. Кәусар, өте дұрыс жауабың. Екінші сұрақ, кімге, неге сүйсіндің? Кім айтады? Кәусар, кім? Толқын айта ғой. Аянның кімге неге түсіндім? Мен Аянның шыдамдылығы мен сабырлығына түсіндім. Ол әжесі қайтыс болғанда да жыламады және аяғын қайырып, сындырып алса да достарына ақсандап жүріп ертегі айтты. Дұрыс айтады. Сондай шыдамдылығына сүйсіндің, иә? Тағы да кім айтады неге сүйсінгенін толықтырасыңдар ма? Неге сүйсіндіңдер? Айта ғой, айта ғой. Аружан айта ғой. Аян жетім болса да ол өмірде түлмей әрдайым жақсылыққа ұмтылды. Оның мейірімділігі мен сабырлығы сүйсінерлік қасиет болды. Оны мейірімділігі мен сабырлығына сүйсіндім дейді. Жақсы, қабылдайық. Нені жек көрдің? Екінші топ айтсын енді. Нені жек көрдің? Ал, Әмірхан айта ғой, нені жек көрдің? Есікбайдың Аянға тиісуі. Ол бүкіліне сияқты Аян енді көшіп келгеннен кейін Аянға тиісті. Аянға тиісті. Қалай тиісті? Не деп тиісті? Бағана Нұрима толықтырып. Басынан ұры жеріп, өзін Аянға түкіріп, төбелеске шақырып мазақ қылды. Төбелесті ме Аян? Аян төбелесердің алдында не деп айтып еді оған? Бәрін толықтырып жігіт. Аянның Есікбайға тиіскені маған жыныма тиді. Себебі Есікбай Аянға деген сөздері басынан бір қойып, аяғынан шалдап, соңында Аян оған төбелесесің бе деді. Есікбай сенбей ме қойшы деп, бірақ Аян берілмей, сайдаға барып төбелесейді деді. Нәтижесінде Аян жеңіп, Есікбай болды қой деді. Осы көшенің ортасында төбелеспейік, анау сайға барайық деген Аянның сөзінің өзі Аянның қандай бала екендігін көрсетеді. Ұяты бар. Тәртіпті, ұяты бар. Үлкен кісілер көріп қойса ұят болады деген ойды айтып тұр, иә? Жақсы, отыра ғой. Кімге жаның ашыды? Кімге жаның ашыды? Нұрима? Аянға, себебі Аянның ата-әжесі, ағасы қайтыс болып, өзі жетім қалды. Жетім қалды, жаның ашыды. Неге өкіндің? Бірінші топ айта ғой, неге өкіндің деп? Айкүнім айта қойшы, неге өкіндің? Аяны жетім қалып балалар үйіне кетуі қатты көңіліме тиген болатын. Балалар үйіне кетуі қатты көңіліме тиді, иә? Нені үйрендің осы шығарманы оқи отырып? Не үйрендіңдер балалар? Кім айтады? Нұржігіт айта ғой. Мен шығармада үйренгенім, ол өмірде бүкіл адамдар сенімен әрқашан болмайтынын үйрендім. Тағы да не үйрендің? Өмірде қаншама қиыншылықтар болса да барлығына шыдамдылықпен, төзімділікпен қарсы алу керек.
Жақсы, жақсы балалар. Үй тапсырмасын өте жақсы оқып келген екенсіңдер балалар. Бүгінгі ашық сабағымыздың тақырыбы балалар. Жусан иісі шығармасының көркемдік ерекшелігі. Сабағымыздың мақсаты көркем ауыстыруларды үйрену бізге бүгін. Сол көркем ауыстыруларды қолдана отырып табиғат көрінісін, оқиға орнын сипаттап жазу. Иә, біз көркем ауыстыруларды қай класстан бастап білеміз? Төменгі бастауыш сыныптан бастап өтіп келе жатырмыз. Ендеше бүгін шығарманы талдауда өз мүмкіншілігіміз бар ма балалар? Бар. Теңеу дегенді өттік, эпитет дегенді өттік. Жаңа мен сіздерді топқа бөлдім, теңеу, эпитет деп. Сонда теңеу дегеніміз не өзі? Толқын айтамын. Теңеу дегеніміз тайте, шашы жинақтармен жасалады. Теңеу дегеніміз метафора сияқты дегеніміз, бірақ метафорадан жұрнақтар арқылы ерекшеленеді дегеніміз, иә? Бір заттың құбылысымен екінші бір заттың құбылысына ауыстырып, қолдану, ұқсастырып қолдану дегеніміз жақсы. Қалай жасалатынын айтып тұрсын толқын. Эпитет дегенімізді кім айтады? Эпитет. Кәусар айтамын. Эпитет заттың сипатын, сапасын білдіретін, айқындайтын суретті сөз. Ол көбінесе снесінден тұрады. Дұрыс айтасың. Заттың сипатын айқындап тұратын айқындауыш сөз. Яғни заттың сипатын анықтайды ғой бізде снесіндер, иә? Сондықтан да снесіндерден жасалады екен. Дұрыс айтады. Енді балалар, олай болса, портрет дегеніміз не екен есімізге түсіре кетейік. Портрет дегенімізді өткенбіз 5-ші сыныптарда. Міне, қарап тұрып айтуларға болады, жақсы. Есімізге түсірейік. Айта ғой Мәди. Портрет көркем шығармадағы кейіпкерлердің болмыс бітімі, ұлттық бейнесі, шынайы мінез құлқы, автор кейіпкердің бет әлпетін, жүріс-тұрысын суреттеу арқылы оның көркем бейнесін аша түседі. Дұрыс айтасың. Жүріс-тұрысы, сыртқы түр тұлғасын суреттеу арқылы оның бейнесін аша түседі. Мен сіздерге тапсырма беремін қазір. Барлықтарымыз орындайық. Портрет. Аяны Иманжанов мұғалімнің Есікбайдың портретін жазамыз. Кітаптан көшіріп. Қай жерде екен? Бәріміз жазам, жұмыс істемей отыратын бала болмайды, иә балалар? Барлықтарыңызға кетті ме? Қаны бәріміз жазамыз. Портретті жаңа көрдіңдер, міне портретті алдарыңызда тұр. Портрет алдарыңызда тұр. Портрет алдарыңызда тұр. Қарап айтып жатсыздар, еске түсіріп. Қазір ұмытып қалсаңыздар, қарауларыңызға да болады, алдарыңызда тұр. Болғандарыңыз бар ма? Болып қалдыңыздар ма?
ақ жейде, тізеден жоғары қара шалбар киген. Кекіл шашы бар мұнтаздай бала. Мұғалім Иманжанов. Портреті шашы аппақ қудай. Қол басы тоңған адамша дірілдеп отыратын, көзі қып-қызыл кісі. Есікбай портреті. Бойы ұзын, ұрнарға қара таппай жүретін бала. Ұрнарға қара таппай жүретін сотқар бала дейді. Жақсы балалар, жақсы. Тағы кім оқиды? Кім жазып болды тағы да? Нұриман. Аян портреті. Шолақ жең, ақ жейде, тізеден жоғары, қысқа қара шалбар киген, кекіл шашы бар, тобығы секірсе тайып кететін мұнтаздай бала. Мұғалім Иманжанов портреті. Шашы аппақ қудай, қол басы тоңған адамша дірілдей қамшылдап, көзі қып-қызыл боп жасаурап отыратын қарт кісі. Есікбай портреті. Ұрынарға қарай таппай жүретін Есікбай. Айзада оқып жүр. Шолақ жең, ақ жейде, тізеден жоғары қысқа шалбар, кекіл шашы бар бала. Кімнің портреті? Аян. Дұрыстап айта қой. Мұғалім Иманжанов. Шашы аппақ, қол басы тоңған дірілдеген қарт кісі. Есікбай. Бойы анағұрлым биік сотқар бала. Жақсы. Тамаша балалар. Оқи қой, Айгүлім. Аяқ. Жарғақ сары тонының қаударылған тобығы тайған, сол аяғын сүйрете жүретін шыр деген ақсақ қара бала. Мұғалім Иманжанов. Шашы аппақ, қудай, қол басы тоңған адамша дірілдей қалшылдайды. Есікбай. Есікбайдың бойы анағұрлым биік еді. Тамаша балалар. Сендесікі жаңа Аянікі, Айгүлімдікі басқаша болып шықты. Тамаша. Дұрыс. Барлықтарыңда жазып болсаңыздар, барлықтарыңдікі бірдей болып отыр ғой деймін, мен байқауымша. Барлықтарыңыз жаздыңыздар. Дұрыс. Сабаққа барлықтарыңыз жақсы қатысып отырсыздар. Сіздерден тағы да Айгүлім сияқты өзгертіп оқитын балалар бар ма? Балалар? Жақсы, тамаша, тамаша. Келе қойыңыздар. Барлықтарыңыз білдіңіздер ма? Шығармада. Кімнің портреті білдік балалар шығармадан? Жақсы, жақсы. Енді екінші тапсырмаларыңыз. Екінші тапсырмаларыңыз балалар. Топтық жұмыс. Барлығын ақылдасып отырып, бейнелейді. Мына тапсырманы сәйкестендіресіңдер. Сосын маған түсіндіріп айтасыңдар. Неге олай сәйкестендірдіңдер? Сәйкестендіресіздер. Неге олай айттыңыздар? Соны айтасыздар. Сәйкестендіреміз. Сосын тақтаға шығып айтамыз. Тақтаға шығып айтамыз. Болдыңыздар ма? Қолдарыңызға ұстап тұрып бір бала шықсын. Айтамыз, қорғаймыз. Кім қорғайды? Нади қорғайсын ба келе ғой? Оқимыз. Шақтың қырындай, мұнтаздай бала, қас батырдай жұлдызды атты. Оқша зулап, арыстанша ақыра отша жанып. Бұл теңеу. Теңеу. Дұрыс айтасыз. Келісесіңдер ма балалар? Сіздерге де сондай ма? Екінші, сіздер тұра тұр, Мади, сол жерден келіп бер. Қазір бірінші топқа деп айтатын болса, сіз дұрыстайсыз аға. Айтам. Жусанды. Жусанды төбе жақтан қоныр салқын самал еседі. Ашқылтым есі аңқиды, жусанның исі. Бұл символ. Неге символға жатады? Өйткені бұл сағыныштың символы болып. Қайсы не символ? Жусанның исі. Дұрыс айтасыз, сағыныштың символы болып тұр балалар. Айтады ғой Аян, ағамның пальтосын иіскегенде жусанның қылтың иісі шығып тұрады деп, иә? Неге ол сол пальтоны иіскейді? Өйткені ағасын сағынғандықтан. Бұл шығармада ендеше жусанның иісі сағыныштың символы. Ендеше бұл символға жатады, иә?
Дұрыс айтасыңдар, ары қарай. Қу соғыс, сиқырлы қанат, қап-қара аспан, көк семсерді жарқ-жұрық еткізіп. Бұл эпитет. Бұл Эпитет. тамаша. Неге? Неге эпитет? Бағана эпитеттің ережесін айтты. Неге эпитет? Қандай соғыс? Қу соғыс. Қандай қанат? Сиқырлы қанат. Қандай аспан? Қап-қара аспан. Қандай семсер? Көк. Жарқ-жұрқ еткізіп. Қалай? Бұл келмейді, жарқ-жұрқ еткізіп кешіңдер. Көк семсерді, қандай семсерді? Осылар не болып тұр? Эпитет болып тұр. Өйткені бағана айтты бізде Кәусар, сын есімдерден болады деді, иә? Сынын сипаттайтын айқындауыш сөз деп айтты, иә? Соны дәлелдеп айтыңдар, балалар. Бұл қай жерде кездеседі шығарманы? Соны айтып кетші Мәди. Қу соғыс, сиқырлы қанат, қап-қара аспан, көк семсерді жарқ-жұрқ еткізіп. Шығармадан білесіз ба? Есіңізде ме? Қай жерде айтты? Аянның Дұрыс айтады. Аянның ертегі айтып отырғанда, біз Аянның ертегі айтып отырғанда, соғыста көк семсерімізді жарқ-жұрқ еткізіп жүрген хас батырларша соғысып жатқан сияқты болатынбыз деген жері бар, иә? Ары қарай. Жақсыдан қалған тұяқ, ол сенек доға. Сенек доға. Ол жақсыдан қалған тұяқты меңзеп тұр. Меңзеп тұр. Қай сөз тұяқ деген? Дұрыс айтасың, меңзеп тұр. Тұяқ деген, ұрпақ деген сөзді, иә, ұрпақ деген сөзді меңзеп тұр. Меңзеу ғой сенек доға. Дұрыс айтасың. Дұрыс тауып тұр. Тамаша, толқын. Ары қарай. жүрекке салған жара. Бұл метафора. Метафора, иә? Метафора. Дұрыс. Неге бұл метафора? Неге бұл теңеу болмайды? Жүрекке салған жарадай десең теңеу болады еді, иә? Ал жүрекке салған жара десең метафора. Неге? Неге метафора? Аянның жүрегіне жара шығып кетті ма шынымен? Жоқ. Жоқ. Аянның жүрегіне жара шыққан жоқ. Сол жара шыққандай болды дейді басындағы қайғы қасіреті, иә? Сол ауыстырып, қолданып, ұқсастырып, қолданып айтып тұр метафорамен. Жақсы балалар. Ендеше балалар, екеуі тапсырмаларыңызды өткізіңіздер. Өте жақсы екінші тапсырма бойынша. Балалар, өте жақсы меңгердіңіздер. Үшінші тапсырма. Мынаны да сол сияқты сызасыздар. Біліп отырсыздар, көркем ауыстыруларды. Өздеріңіз көркем ауыстыруларды сызасыздар. Мойын болды. Болдыңдар ма? Болды. Келіңіздер. Нұриман, сіз айтасыз ба? Меңзеу, алмастырудың бір түрі. Бүтіннің орнына бөлшекті, жалпының орнына жалпыны немесе керісінше қолдану. Бұл синек дата. Заттың яки құбылыстың ерекшелігін, сыр сипатын бейнелі түрде танытатын поэтикалық және стилистикалық ұғым, экспрессивті айқындаушы сөз. Бұл эпитет. Суреттеліп отырған затты не құбылысты айқындай, ажарландыра түсу үшін оларды өздеріне ұқсас, өзге затқа не құбылысқа балау. Бұл метафора. Троптық құбылыстың бір түрі астарлау, бір ғана нәрсені неме құбылысты тура суреттемей, оларға ұқсас басқа бір нәрсеге не құбылысқа құпия келіп, жасыра жарыстырып, өкпелей бейнелеу. Бұл символ. Тамаша. Тамаша. Сіздердікі қалай болды? Сіздердікі осылай сыздыңыздар ма? Түсіндіріп айтып жіберіңіз.
бензин алмастырудың бір түрі. Бүгін күтімнің орнына бөлшекті, жалпының орнына жалпыны немесе керісінше қолдану. Ол синеп тұрған. Затты яки құбылыстың ерекшелігіне сыр сипатын бейнелі түрде танытатын поэтикалық және стилистикалық ұғым экспрессивті айқындаушы сөз. Ол эпитет. Суреттеріп отырған затты не құбылысты айқындай ажыратуда түсу үшін оларды өзіне ұқсас өзге затқа не құбылысқа балау. Ол метафора. Троптың бір түрі астарлау. Bir нәрсені не құбылысты тура суреттемей, бұларға ұқсас басқа бір нәрсеге не құбылысқа құпия теріп, жасыра бүкпелі бейнелі ол символ. Міне, тамаша. Балалар барлығын біліп отыр екенсіңдер, өтуге тақырыптың барлығын біліп отырсыңдар. Өте қуаныштымын, рахмет сендерге. Ендеше келесі тапсырмамызды орындайық балалар. Сендер көркемдік ауыстырулардың барлығын біледі екенсіңдер балалар. Ендеше мына тапсырманы алдарыңызға беремін. Бұл тапсырмада оқ жазулап, айнадай жарқырап, алтын бесік, ыстық ықылас, табиғат, ана деген сөздерді қатыстырып, бірінші топ, екінші топтың балалары да не жазамыз? Әңгіме жазамыз, сипаттап жазамыз. Мынау оқ жазулап деген қандай әдебиеттің көркемдегіш құралы? Кім айтады? Теңеу. Айнадай жарқырап қандай? Теңеу. Алтын бесік. Эпитет. Ыстық ықылас. Эпитет. Табиғат, ана. Метафора. Ендеше осыларды қолданып отырып, біз суреттерге қарап, қазір әңгіме жазатындарымыз әңгіме жазамыз. Сипаттап, мынаған сурет, екі суреттің біреуін қатыстырып, бірақ астындағы мына көркемдік құралдар міндетті түрде болу керек. Жақсы ма? Сіздер де әңгіме жазасыздар, өлең жазамын десеңіздер, өлең жазыңыздар. Топтағы оқушылардың барлығы орындайды. Бірақ қана оқушы айта салады деген болмайды балалар. Топтағы неше бала отырсыңдар, сонша бала тапсырманы орындау керек. Көздерің жете ме? Экранға көздерің жетпесе, алдарыңа бердім. Алдарыңда жатыр. Ал тапсырманы орындаймыз.
Бағам аспаны аппақ арманым. Ыстық ықылас тазаным, саған арнар бар жаным. Тамаша, өлең шығарыпты толқын. Толқын өлең шығарды. Жақсы. Айкүнім. Қыс келді. Айнала айнадай жарқырап тұр. Балалар ойнап, оқша зулап сырғанақ теуіп жүр. Олар ыстық ықыластарын көрсетіп, көңілді жүр. Табиғат ана көркін көрсетті. Жақсы, жақсы. Тамаша. Сіздерден. Аха. Риман, оқи қой. Қыс қызығы. Табиғат ананың әдемілігіне жетер сұлулық жоқ шығар. Әсіресе қыс мезгілінде өте әдемі табиғат болады. Айнадай жарқыраған аппақ қар жер бетін толтырып, қар түспеген жер қалмапты. Туған жерім алтын бесігім. Осы жерге келсем ыстық ықылас сезілді. Балалар үйілген қарға жиналып шамамен оқша зулап жарысып жүр екен. Қасында балалар қар атысып, қыстың қызығын шаттанып ойнап жүр. Нағыз қызық осы қыс мезгілінде ғой. Тамаша. Айзада. Қаша зулап уақыт өтіп барады, айнадай күн нұрын шашып тұрады. Алтын бесік туған жердің төсіндей, табиғат ана гүлдей жайнайды. Ыстық ықылас әр жүректі оятады, самал жерде жылу таратады. Кең дүниенің құшағында тербеліп, армандарға ұмтыламын қанатқа. Тамаша, Толқынның өлеңі, Айзаданың өлеңі бірінен-бір өтеді балалар. Толқынның өлеңін қазір қартылап, дауыстап оқып берейінші балалар, керемет екен. Әкеле ғой. Оқша зулап жер есті, айнадай көлдер сөйлесті. Табиғат ана мейірлі, жүрекке нұр боп төгілді. Ұйқас бәрі бар екен, не балалар? Алдым бесік кең далам, аспаны аппақ арманым, ыстық ықылас таза әнім, саған арнар бар жаным. Балалар, көлдер сөйлесті дейді. Бізде табиғатты, жандыға, жансыз нәрсеге жан бітіретінді қандай көркемдегіш құрал деуші еді? Кейіпте, Толқынның өзі айтты балалар. Кейіпте. Жансыз нәрсеге көлдерді сөйлестірді. Жаңағы кімнің Айзаданың да өлеңін оқып беруге болады. Айзада әкеле ғой өлеңді оқып берейін. Айзада да тамаша жазыпты балалар. Оқша зулап уақыт өтіп барады, айнадай күн нұрын шашып тұрады. Алтын бесік туған жердің төсінде, табиғат ана гүлдей жайнады. Ыстық ықылас әр жүректі оятады, самал жердей жылу таратады. Кең дүниенің құшағында тербеліп, армандарға ұмтыламын қанатқа. Шамалы соңғы жағы кішкене ғана ұйқасы құрамайды, бірақ өлең ұйқастырып жерсек, ол да өлең болып тұр екен балалар. Тамаша, осы сөздерді қатыстырғанда Нұримандікі да жақсы шықты жаңа, өте тамаша жазған суреттеу арқылы. Осы жазғандарың неге керемет болып шығып жатыр балалар? Қалай ойлайсыңдар? Әдебиет теориясы сөздерді қолдандық. Дұрыс айтасың. Тұршқа, айтамыш. Себебі біз өзіміздің шығармаларымызға әдебиет теориялық сөздерді қолданып. Дұрыс айтады. Әдебиет теориялық ұғымдарды қолдандық біз. Жаңағы көркемдегіш құралдарды бердік тапсырмада. Олар болмаса біздікі әдемі шығар ма еді? Әдемі шықпайтын еді. Сайы Мұратбеков ағамызда біздің осы Жусан исі шығармасын жазып отырғанда аянды суреттемей портретін жасамай-ақ жазса болар ма еді? Әдемі шығарма. Болмас еді. Аянның портретін жазғаннан кейін түрлі көркемдегіш құралдарды мол қолданғаннан кейін бізге шығарма қандай болды балалар? Жаңағы кімнің шығармасы сияқты, Айзада мен Толқын Нұриманданың шығармасы сияқты. Қандай болды? Мағыналы болды, қызықты болды. Ендеше әдебиет теориялық ұғымдарды біліп жүру керек пе екен балалар? Сендердің де орталарынан ертең ақын, жазушы шығуы не қайбыл? Бәрі шығады ғой сендердің араларынан. Сендердің келешектерің алдарында балалар. Жақсы, келесі. Мынау болжау дейді, шынында бұл күнде аяқ қайда екен дейді, тірі ме екен дейді. Ондай бала тірі болуы тиіс, ондай бала алдына нендей мұрат қойса да жетеді дейді. Ал тірі болса Жусанды төбеге бір оралмауы қалай? Жусанның исін сағынбауы мүмкін емес қой дейді. Шығарма осылай несінде ықталушы еді ғой балалар. Сендер қалай ойлайсыңдар? Аян қандай адам болды деп
ойлайсыңдар? Айтыңдаршы кәне кім? Жақсы бала болып өсті ма, әлде қалай болды деп ойлайсыңдар? Айта қойшы Толқын. Мен Аянды өзінің қалаған оқуын жақсы бітіріп, өзінің ортасын құрды деп ойлаймын. Көрді деп ойлайсың? Иә, сен? Аян отбасы құрып, қарт кісі ата болып, немерелерін жақсы көріп, өзінің отбасын бақтайды. Жақсы, дұрыс айтады. Бұл күнде Аян ата болды дейді. Дұрыс келісесіңдер ма осы сөзге білмеймін? Ендеше, қазір сендерге тағы да түсіндіріп айтып кетеміз. Аянның прототипі Науқан Керімов деген кісі екен балалар. Прототип деген есімізге салайықшы. Не деп айтып ем прототипті? Егер жазушы өмірде болған адамды өзінің шығармасына негіз етіп алатын болса, оны не дейміз біз? Прототип деп айтамыз. Жоғарғы сыныптарға барғанда да өтесіңдер балалар. Сондықтан да Аян болып отырғанымыз Науқан Керімов деген кісі. Бүгінде қайда тұрады екен? Оқып жеп, Айзада? Аянның прототипі Науқан Керімов. Ол қазіргі кезде Алматы облысы Ескерген ауданында тұрады. Ол 3 қыз тәрбиелеп аяулы әке. Оқи қойш, Айзаданың көз жетіп келмеді. Айзаданың келген жерлерін адам бастап оқи қой. Балалардың өздерінің оқығандай жетімдікті, жоқшылықты, қиындықты көп көрген Аянды ең соңында жетім балалар тәрбиелейтіндей үйге жіберді. Аянның келшілерінің өзінің ақылдығы, ең қайсар жүрегінің арқасында жақсы өзі ұлы жетім болса да, өзінің үбірлі шүбірлі болғанына көз жеткізуге де болады. Жақсы балалар. Бүгінгі әдебиеттің көркемдік ерекшеліктері туралы, яғни Сайын Мұратбековтың Жусан иісі повесін жақсылап талдап бердіңдер. Рахмет балалар сендерге. Енді бір әлі де уақытымыз бар екен. Бір сөзден сендер теңеу деген сөзді алып, фонетикалық дәптермен жұмыс жасап берсек, фонетикалық талдау жасап берсеңіздер, сіздер Бапай деген кейіпкерді алып шығармадан фонетикалық талдау. Білесіздер ғой фонетикалық талдауды? Дәптерге жазып беріңіздер. Өттік қой біз теңеуді. Енді бір-ақ рет талдаймыз. Кәні, талдадыңыздар ма? Айта ғой. Т дауыссыз қатан. Е дауысты езулік, ын ашық жіңішке, о дауыссыз. Жоқ, езулік ашық жіңішке, е. Сосын, ұмытым құрақ қапсыңдар. О немене? О дауыссыз үнді. Ду дауыссыз үнді. Аңды талдадың ба? Дауыссыз? Ол ашық жіңішке. Жоқ, теңеу дегенде, дыбысы. Дауыссыз үнді. Қайталау керек балалар, ұмытым құрақ қапсыңдар. Жақсы ағай, мәди, оқи ғой. Бапай. Б дауыссыз ұяң. А дауысты жуан. П дауыссыз қатаң. А дауысты жуан. И дауыссыз үнді. Бапай деген кісі кім еді? Бапай деген Аянның әжесі қайтыс болғаннан кейін Аянның әжесінің кумаласы, сол кісі Аянды асырап алады. Аянның үйі, Аянның паналайтын жері, иә? Әкесі, анасы қайтыс болғаннан кейін. Жақсы балалар, ендеше кері байланысқа шығыңыздар. Бүгінгі сабақ ұнады ма? Несте жақсы түсіндіңіздер ма? Теңіз әдісі бойынша қорытындап кетейік. Теңіз әдісі бойынша. Тез етіңіздер, балалар, тез етіңіздер. Теңіз әдісі бойынша отыра қаламыз сосын. Тездетіп отыра қаламыз. Тездетеміз.
Иә. Кімде қандай сұрақтар бар? Сұраңыздар. Мен мына әдебиеттің мына көркемдік ерекшелігін түсінбей қалдым деп. Сұрайсыздар ма? Ендеше балдар, үйге тапсырма. Көркемдегіш құралдарды қатыстырып, Аянға хат жазып келеміз. Жақсы ма? Иә. Балдар, түсінікті ме? Жазып алыңыздар күнделіктеріңізге. Бүгінгі сабаққа өте жақсы қатысқан балдар бар, иә? Бүгінгі сабаққа Кәусар 9 балл, Айкүнім 9 балл, Толқын 9 балл, Ақжол 9 балл, Нұриман 9 балл, Айзада өлең шығар 9 балл, Мәди 9 балл, біздің Жусанның ерекшелігін айтты балалар 9 балл. Тағы да кім қатысты балалар? Сабақ Нұржігіт 9 балл. Нұржігіттің шығарма мазмұнын айтқаны ұнады маған. Аружан 9 балл. Балалар. Үй тапсырмасын жазып алыңыздар, күнделіктеріңізді алып келіңіздер. Күнделік алып келіңіздер, күнделіктеріңізге бағаларыңызды қоямын. Сосын барып қайтадан отырамыз. Балаларым, қай күнде ғана бар ма? Жарайды. Сосын қоялым қазір. Балалар, сонымен жаңада сендердің ең соңғы тапсырмаларыңызда оқығандарыңда қорытындылап жатырмыз. Әдебиеттің теориялық ұғымдарын бізге ылғи есімізде сақтап жүруіміз керек, иә? Метафора дегеніміз не, эпитет дегеніміз не, теңеу дегеніміз не, синегдіха дегеніміз не дегенге бүгінгідей ылғи да жауап беріп отырыңдар. Осы әдебиеттік теориялық ұғымдарын білген оқушылар болсын, қандай жасөспірім балаларсыңдар, келешек сендердікі дедім ғой. Сендер не істейсіңдер? Ертең шығармашыл, жазушы боласыңдар. Жақсы ма? Жақсы білетін болсаңдар. Міне бүгінгі бір сабақтың қорытындысында бізде ақындар шыға бастады, иә? Бір сабақтың қорытындысында. Ылғи өлең шығаратындар, ылғи жақсы жазатындар бар. Нұриман, Айкүнім, бүгін Нұрислам жазбай қалдым, бүгін сабаққа аса қатысқым келмей отырды. Балалар, бұндай болмасын, балалар. Ылғи да біліп отырайық, қай кезде сұрасын, қандай жағдай алусын, Сайын Мұратбек туралы сұраса да біліп отырыңдар, қандай шығармалар дегенде бағана кім Толқын сияқты айтыңдар. Жусанысы, жабайы алмасы бар ол кісінің. Сосын, иә, деп, көкорай деп, сарт-сарт еткізіп жауап беріп отырыңдар балалар. Сондықтан да мен сендерге бүгінгі сабаққа қатысқандарың үшін рахметімді айтамын. Сабақ аяқталды, қош сау болыңдар.